Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода керемет дәмді болып шығатын лечо дайындайтын боламыз. Бұл лечоға бар жоғы 2 ақ зат қажет: помидор және қызыл тәтті болгар бұрышы. Ең алдымен помидорымызды жуып тазалап, осылай кесіп аламыз. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін помидордың сыртындағы жұқа қабығын алып тастаймыз. Қабығы алынған помидорды ет тартқыштан немесе блендерден өткіземіз. Помидордың керек емес жерлерін алып тастаймыз. Грамм мөлшерін төменге описаниеге жазып қоямын. Сол бойынша дайындасаңыздар, лечоларыңыз өте керемет дәмді болып шығады. Міне помидорды өткізіп алдық. Болгар бұрышын жуып тазалап, ортасындағы дәнектерін алып тастап, осылай 4-ке бөліп аламыз. Енді дайын болгар бұрышын помидордың үстіне саламыз. Араластырып, отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып, жай отта 20 минут қайнатамыз. Арасында араластырып тұрамыз. Түбі жабысып қалмауға қажет. 20 минут уақытысында банкілерді булап аламыз. 20 минут уақыты өтті. Енді үстіне туралған петрушка, укроп саламыз. Жақсылап біркелкетіп араластырамыз. Енді келесі кезекте дәмдеуіштер саламыз. Шекер саламыз. Тұз саламыз. Бір ас қасық уксус саламыз. Бір келке етіп араластырып аламыз. Енді осының үстінен 150 грамм сұйық май құямыз. Және де ірі қара бұрыш саламыз. Осының барлығын салып болғаннан кейін тағы да 10 минут қайнатып аламыз. Бар жоғы жарты сағат уақытта лечомыз дайын болады. Дайын болған лечоны банкаларға құямыз. Құйып болғаннан кейін қақпағын жақсылап жабамыз. Жауып болған лечоны бір түнге төңкеріп қоямыз. Осымен керемет дәмді лечомыз дайын болды. Өте оңай, дәмі керемет болып шығады. Сіздер де жасап дайындап көріңіздер. Ас болсын.